Сәлем достар. Бүгін біз 8 сынып геометрия пәнінің номер 197 шығаратын болдық. Тік төртбұрыштың диагоналдарының қиылысу нүктесінен ұзын қабырғасына дейінгі қашықтық 2,5 см, тік төртбұрыштың кіші қабырғасын табыңдар. Сонда бізде былайынан тік төртбұрыш сызып алатын болсақ, қараңыздар оқушылар, осыдан диагоналдардың қиылысу нүктесі. Былайынан екі диагоналға жүргізейік. Дұрыс па? Осылардың қиылысу нүктесінен мына ұзын қабырғасына дейінгі қашықтық бізде 2,5 см екен. Былайынан 2,5 см и тоже мына жаққа дейін 2,5 см. Былайынан дейін тоже 2,5 см. Енді мына самый элементарный есеп қой, дұрыс па? Мына кіші қабырғасын табыңдар дейді. Мына бізде үлкен қабырғасы. Түсінікті ғой оқушылар, Сонда біз не істейміз? Кіші қабырғасын табу үшін біз 2,5-ды көбейтеміз 2-ге. Сонда бізде болды 5 см. Жауабы бізде 5 см. 109 есептің шешімі осылай шықты, құрметті оқушылар. Өте жеңіл есеп екен, Келесі есеп бізде 110-ші есеп. Былай еді, қабырғалардың ұзындықтары 8, 5, 7 см болатын үшбұрыш берілген. Төбелерін берілген үшбұрыштың қабырғаларының орталығы болатын үшбұрыштың периметрін табыңдар дейді. Мысалы үшін сызбасын сызып алайық. Бізге үшбұрыш берілді дейік. Осылай үшбұрыш. Давайте оны А, Б, С деп белгілеп алайық. Так, мына жақты 5 см деймін, мына жақты 7. Так, арғы бетіні 8 см дейік. Сонда берілуін қалай жазамыз? Әдемілеп жазу үшін үшбұрыш берілді А, Б, С. Сонда А, Б-мыз 7 см, Б-сымыз 8 см и А-сымыз бізде 5 см болды. Құрметті оқушылар, осылай есеп берілді. Енді осылардың қабырғалардың қақ ортасынан нүктелері белгілеп, соларды қосқан кезде тағы бір үшбұрыш пайда болды. Былайынан жазып алсақ, МНК дейік. Давайте мен оны қызылмен сызайын. Давайте қызылмен сызып, әдемілеп түсінікті қылып алайық. Осындай бір үшбұрыш пайда болды. Қабырғаның қақ ортасын. Бұны МНК дейік. Қараңыздар, мына бұлардікі үшбұрыштың ортақ сызығына сәйкес келіп тұр, дұрыс па? Сонда мен бірінші болып, МК-ны табу үшін мен ол АБ-ның тең жартысына тең ғой. БС-ның тең жартысына тең ғой. Сонда БС-ны бөлемін 2. Сонда бізде болды ол 4 см болды. Так, НК-ны табу үшін мен А-сыны бөлемін 2-ге. Значит, 5 см-ді бөлемін мен 2-ге деген сөз. Бұдан шығады бізде 2,5 см. Мына жерде БС 8 еді, ол сразу бөліп жазып жіберіппін ғой. Так, енді МН-ді табу үшін МН-ді ол бізде АБ-ны бөлемін 2-ге. Значит, мен 7 см-ді бөлемін 2-ге деген сөз. Бұдан шығады 3,5 см. Так, бізге енді тап деді ғой, периметрін осы үшбұрыштың іште пайда болған. Сонда қосып шығамын 4 см плюс 2,5 см плюс 3,5 см. Қосатын болсақ 6,5 10 см болды. Сонда жауабы болды бізде периметр бізде 10 см шығады екен, құрметті оқушылар. Осылай жеңіл есеп. Бұл бізде 110-шы есептің жауабы бізде болды 10 см. Келесі есеп бізде 111-ші есептің асына тоқталайық. Міне асына бізде айтады. Бұл жерде катеттер 6 см дейді. Значит, бізде БА тең АС тең 6 см-ден сәйкес келеді екен. Іште сызылған төртбұрыштың периметрін табыңдар дейді. Так, енді қараңдар. МА мен АК мына жерде 6 см болса, жалпы 6 см болса, олар бізде 3 см-ден сәйкес келеді мына жер. Дұрыс па? Тең қақ ортасынан бөлеміз ғой. Бұл іште сызылған квадраттың қабырғасы 3 см, периметр ол бізде 12-ге тең. Енді ол дәлелдеп жазуымыз керек. Яғни МА ол тең бізде АК-ға тең 16 см-ді бөлеміз 2-ге. Тең 3 см. Значит, бізде іште периметрдің квадраттың қабырғалы анық болды. Сонда периметрі тең бізде 3 см-ді көбейтеміз 4-ге тең 12 см. Сонда асының жауабы болды бізде периметрі тең 12 см. Бұл бізде 110-шы есептің асының жауабы 12 см-ге тең болды. Енді бізде келесі әсі. Әсін мындай жазып алайық. Бұл жерде берілген тең берілу үшбұрыштың іште сызылған
Гипотенузасы 45 сантиметрге тең екен. 45 сантиметр. Яғни бізде EF тең 45 сантиметр екен. Енді бұл жердегі қараңыздар, ST дегеніміз, ол бізде EF-тің тең жартысына тең ғой, 45-ті 2-ге бөлеміз. 45-ті 2-ге бөлеміз, бұл бізде болды 22,5 сантиметр. Мына жері бізде болды 22,5 сантиметр. 22,5. Енді мына бөлігі мен мына бөлік тең, дұрыс па? Мына бөлігі мен мына бөлігі бізге тең екен. Енді қалай не істейміз? 45-тен азайтамыз 22,5-ті. Одан шыққан жауабын 2-ге бөлсек, мына жердегі SQ мен TP шығады. Сонда мен жазамын. SQ тең TP тең бізде 45-тен азайтамыз 22,5-ті бөлемін 2-ге. Бұдан азайтатын болсақ 22,5 шығады. Оны 2-ге бөлетін болсам менде 11,25 шығады. Енді іште сызылған менің трапецияны, ойбай, төртбұрыштың ST PQ периметрін табу үшін не істеймін мен? 22,5-ті қосамын 11,25-ке, оны көбейтемін 2-ге. Сонда жауабы қалай болады? 2 көбейту қосатын болсақ 33,75 болады. Бұл дегеніміз бізде 67,5 деген жауап шығады. Сонда сантиметр. Жауабы бізде 67,5 сантиметр периметр. Міне осылай есеп шығады екен. Бұл бізде 110 есептің әсінікі жауабы. Осылай есеп шықты, құрметті оқушылар. Жүз он үшінші есепті асы және мәсі есептер. Жасанды интеллект көмегімен әдемілеп есептеп алдым. Не деген керемет, иә? Сіздерге түсінікті болсын.
Құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Каиф ТВ YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналда осыған ұқсас есептер қалды. Өте көп болады. Назарларыңызға рахмет. Есеп шығару барысында қандай да бір қателік байқаған болсаңыздар немесе қосымша сұрақтарыңыз болса, лайк етуді аямаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Бейнероликті достарыңызбен, класстастарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жақсы пікірлерді күтетін боламын. Хейт жазуды қажет жоқ. Назарларыңызға рахмет.